Ассалаумағалейкум. Бүгін істеген бөлшегімізді айналаймыз. Ол үшін мынау бөлшектерімізді жойып жіберейік. Өйткені үшінші бөлшегімізді алып тастайық. Содан кейін мына үшінші бөлшегімізді алып тастайық. Айналауды көрсету үшін бұны алып тастауға мәжбүрміз. Енді біз жұмыс істеу алаңын таңдауымыз керек. Жұмыс істеу алаңын таңдаймыз да. Бүйтіп таңдаймыз. Мына көрдіңіз бе, мына жақта пайда болды. Окей, тағы да бір алаң таңдаймыз. Ол мына сызықтың ортасы. Міне пайда болды. Бүйтіп қарасақ, екі жұмыс істеу алаңымыз пайда болды. Енді келесі істейтініміз мынаны, мынау бөлшегімізді, бірнеше бөлшек бар ішінде, осы амортизатормен қоса бәрін айналаймыз. Бірінші мына жерді айналаймыз да, содан кейін ол екеуін алып, мына жерге айналаймыз. Ал бастайық. Mirror айналауды таңдаймыз. Бірінші part mirror дейді. Part mirror деген бөлшектерді таңдаймыз. Қай бөлшектерді айналағымыз келеді? Мынау екінші бөлшекті айналағымыз келеді. Mirror plane қай жерге қарап айнамыз қай жерде тұрсын дейді. Мына жерге тұрсын деп, міне пайда болды. Біздің бөлшегіміз пайда болды. Енді келесі айналауымыз бізде қай бөлшектер болмақ? Негізі мына жерге, мысалы, бұл бөлшектің қасына сразу қалған бөлшектерді қостыруға болады. Мысалы, төртінші бөлшекті алайық. 5, 6. Мына жердегі бөлшектерді таңдап жатырмыз. 7 дейік. 7-ші бөлшек. 8 бөлшек. Майда-майда бөлшектер бар ғой бізде. 9-ші бөлшек. Так, 9-ші бөлшек қандай? 10-ші бөлшек. Ал, окейді басамыз. Міне, мына жерде бөлшектеріміз пайда болды. Енді қараңыз, мына жерде мынау ұстап тұр ғой. Бұл бөлшек емес, бөлшек мынау бірінші бөлшектің бір фичерсі, бір несі, бөлекшесі. Сол осы бөлшектің бөлекшесін таңдап жасауымыз керек. Оған бөлек айналауды басамыз. Part емес, енді feature mirror жасаймыз. Feature деп, мына feature'ді таңдаймыз. Содан кейін mirror plane'ді қайттан мынау mirror plane'ді таңдаймыз. Сонда мына жағымызда көрдіңіз бе? Міне. Кішкентай бөлекшеміз пайда болды. Міне, осы жерде бір дөңгелекке екі жақтан да амортизаторлар уже дайын болып тұр. Лезде дайын болды. Енді мынау екеуін, мына бөлшектер мен мына бөлшектерді қосып, мына жаққа айналауымыз керек. Ол үшін мына айнамызды қолданамыз. Бірінші mirror'ды басамыз, содан кейін мынау екі бөлшекті 2 мен 3, 4-ші бөлшекті, 5-ші бөлшекті, 6-шы, 7-ші үйістіп бүкіл бөлшекті таңдап алуымыз керек. Мынандай қып 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 барлық бөлшекті алдық. Енді mirror plane мына айнаны, мына жер айнамыз мына жерде тұрсын деп, мынау жұмыс алаңында тұрсын деп таңдаймыз. Сонда қазір көресіздер, лезде мына жерде міне мынандай бөлшегіміз пайда болды.
Мысалы баяғыда қалай чертеж жасағанда адамдар сурет салғанда мынадан қайталап тура соны бұлжытпай параметрлерін сақтап қиналып көшіретін едік. Енді қазір бір кішкене кнопканы басып бізде бөлшектер пайда бола келеді. Енді мына жерде де мынанша бөлшекше жоқ, иә? Соны жасауымыз керек. Оған mirror plane қайттан басамыз. Енді part емес, feature таңдаймыз. Содан кейін мына фичемізді таңдаймыз. Содан кейін оның мынасын да таңдаймыз. Сосын мына фичаны таңдаймыз. Бұның мына боковой жағында таңдаймыз. Ал таңдалды уже автоматически. Енді mirror plane айнамыз қай жерде тұрсын соны таңдаймыз. Окейді бассақ. Қайда шықты? Мынау пайда болды. Мынауымыз пайда болмады. Көрейік, неге? Мынауымыз істемей қалды өйткені. Хорошо. Оны тағы таңдап көрейік. Мынаны таңдадық. Айна қайталанбайды екен. Хорошо, айнаны қайталанбайтын болса, онда мына жерде өзгеше бір айна жасаймыз. Онда айна жасау үшін не деп едік? Бірінші жұмыс алаңын таңдаймыз. Жұмыс алаңының ненің қай жерде тұратынын таңдау үшін midplane дегенді бірінші. Midplane деген ортасы. Мына сызықтың ортасы керек бізге. Мына ортасы мына жерде пайда болды, көрдіңіз бе? Жұмыс істеу алаңы пайда болды. Енді mirror'ды таңдаймыз. Сосын жаңағы feature mirror деп таңдаймыз. Мына фичамызды таңдадық. Mirror plane фичамызды таңдайықшы. Бола ма екен? Бұлай таңдайық. Болмайды екен, Бұны қайтсек екен енді. Бұны қайтсек екен. Mirror plane. Онда бұлай істей аламыз. Мынау оригинал болса, оригиналдан таңдау үшін біз мынаның үстіне бір сызық сызайық. Мына жерден басталсын. Дик. Осылай барып, мына жерден бітсін. Окей дейміз. Енді жұмыс істеу алаңын таңдаймыз. Midplane'ді таңдаймыз. Содан кейін мына сызықтың ортасына көрдіңіз бе, пайда болды. Окейді бастық. Енді mirror'ды таңдаймыз. Feature mirror'ды таңдаймыз. Жаңағы біздің фичамызды таңдап, қасындағы барлық жақтарын таңдап, mirror plane, мынау жаңадан жасаған mirror plane'ді таңдаймыз. Mirror plane 12-ні таңдаймыз. Таңдадық, окейді басамыз. Міне, бөлшекшеміз пайда болды. Сонымен қарасақ, толығымен екі дөңгелекке де екі жақтан амортизаторымызды қойдық. Осындай әдемі дөңгелегіміз пайда болды. Бүгінге сабағымыз болды. Сау болыңыздар.